22 июня 1941 года без объявления войны регулярные войска германской армии напали на нашу страну. Сол бір сұрапыл соғыс біткелі талай уақыт өтті. Фашизмді талқандаған кеңес халқы батырлығының бағасы жылдан жылға артпаса кемімек емес. Ақтөбе халқы да майдандарда соғысып, тылда тер төгіп, жеңісті жақындату жолында аянып қалған жоқ. Майданға ержүрек ұл қыздарын аттанды. Солардың ішінде халықтың қайғысы мен қасіретін жан жүрегімен сезініп, соғыстың сұмдықтарын ерлікпен жеңе білген небәрі 18-дегі уыздай жас қыз Әлия да бар еді. Ол мәңгі жас қалпында ел есінде қалды. Неге алдымен Әлияны ауызға аламыз? Өйткені адамзат табиғатына кереғар соғыста дүниеге ұрпақ әкелуге тиіс жас әйелдер өздерінің қасиетті борышын орындай алмай, отан үшін шейіт болды. Алайда Әлия жанын бекер қиған жоқ. Сірә соғысты еске алғанда, ең алдымен Әлияның ойымызға түсетіні де содан шығар. Оның есімі қазақстандықтардың, оның ішінде ақтөбеліктердің де қаһарман ерлігін паш етеді. Бұл біздің Әлиямызға қойылған ескерткіш. Оны бұрынғы кеңестер одағы түгел біледі. Әлияға ескерткіш Мәскеуде, Алматыда, Астанада қойылып, туған жері Қомдада, шейіт болған жері Новосокольникіде бар. Даңғылдар, көшелер, мектептер, тіпті теңіз кемесіне де Әлияның атағы беріледі. Артөттегі батырларға арналған стеллада да Әлияның есімі бар. Әлия балалар үйімен Ленинградта қоршауда қалып қойған. Бір жолы суға кеткен Әлия қайтып оралмаған. Балалар іздеп шықса, Әлия аштықтан есінен танып қалыпты. Қандай аянышты? Ол неден қайтыс болған? Көз алдыңа елестетші. Сен жау пулеметіне қарсы шықсаң, бойыңды қорқыныш билей ме? Әрине, қатты қорқынышты. Тап солай еркектерді қорыққан тек қана Әлия. Командирінің орнын басып, өзінің кішкентай ғана бойыменен бүкіл жауынгерді алға деп сүйреп кеткен. Төбені азат еткен, бірақ сол жерде Әлия қаза болған. Ол өте батыл қыз. Мұнда ерлік әркімнің қолынан келе бермейді. Иә, Әлияның қазасынан кейін күнделікті шығатын Қызыл армияның Суворовец газетінің бірінші бетінде жас қазақ қызының ерлігіне таң қалып, Әлияның бейнесін ойша қағазға түсірген қарапайым жауынгер Глебов салған суретті жариялайды. Газеттің сол нөмірінде Яков Келемскийдің Әлия туралы алғашқы әніне айналған поэмасы жарияланады. Әлияның жерлесі болғанымды мақтан етемін. Жарайсың. Шығыс қыздарының ішінен тек қана екі адам Совет одағының батыры атағына ие болған. Олар қазақтың ару қыздары Әлия мен Мәншүк. Ақтөбеде 1941 жылдың қаңтарында 336 мыңдай адам тұратын. Ұлы Отан соғысына Ақтөбе облысынан 122.423 адам аттанды. Олардың 36.192-сі соғыстан оралмады. Ақтөбелік жауынгерлер Москва түбінде, Сталинград окоптарында, Днепрде, Украина мен Белоруссияда партизан отрядтарында отанын қорғады. Ақтөбеліктер Берлинді алуға және Москвадағы Қызыл алаңда өткен жеңіс парадына қатысты.
біздің 35 жерлесіміз Совет одағының батыры жұлдызымен марапатталды. Ақтөбенің 9 ұлы жауынгерлік ерліктің жоғары марапаты 3 мәрте даңқ орденінің иегері атанды. Соғыстың алғашқы күндерінде Ақтөбе қалалық әскери комиссариатына соғысқа баруға сұранғандардың 800 өтініші түскен. 1941 жылдың шілдесінде Ақтөбе облыстық әскери комиссариаты құрамына 11377 жауынгерлері мен офицерлері бар 312-ші атқыштар дивизиясын құруға кірісті. Оның құрамында Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Гурьев, Қызылорда, Жамбыл облыстарының тұрғындары болды. Алайда басым көпшілігі, яғни 6654-і біздің жерлестеріміз еді. Дивизия командирі болып Александр Федорович Наумов тағайындалса, ал комиссары Яков Эммануилович Серовский болды. Дивизия штабы коммунистік көшесіндегі номері 2-ші мектеп үйінде орналасқан. Әлі күнге дейін номері 2-ші мектептің музейінде 312-ші атқыштар дивизиясы құжаттары, жауынгерлерінің майданнан жазған хаттары сақталған. Олар арқылы оқушыларды отан үшін бастарын бәйгеге тіккен аталарын құрметтеуге, отаншылдыққа тәрбиелейді. Георгий Константинович Жуковтың естелігінен. Волоколамск, Можайск, Малоярославец, Калуга шекарасында қорғаныстың осал тұстарын қайту үшін шұғыл түрде оның амалдарын мейлінше жетілдіру, майданның сақтық резервін құру, екінші эшелондарды айырылап, сол арқылы берік қорғаныс орнату керек болды. 1941 жылы 18 тамызда дивизия эшелондары алғаш рет майданға жіберілді. Ал 20 тамызда соңғы эшелон жөнелтілді. Дивизия Малоярославец маңайында Варшава тас жолындағы Каменка деревнясында соғысты. 11-23 қазан аралығында Малоярославецте қиян-кескі шайқас жүрді. Жау Малоярославецті жедел басып алуға тырысты. Сөйтіп Подольск арқылы Москваға жеткісі келді. Маршал Жуков Москва түбінде 312-ші дивизия қаһармандықпен соғысты деп жазды. Юрьевск деревнясындағы ағаштан салынған, бүгінде ескіріп, қоңыр тартқан үйде ескерткіш тақта ілінген. Онда бұл жерде 1941 жылы ауыл әйелдері Пелагея Ивановна Брагина, Дарья Акимовна Харчевникова басқарған жасырын госпиталь тұрған деп жазылған. 312-ші атқыштар дивизиясының 17 жаралы жауынгерін қарапайым орыс әйелдері 2 айдан астам уақыт бойы жаудан қорғап, оларға ем-дом жасаған. Әйелдер ұрыс алаңдарынан жаралы жауынгерлерді бос тұрған үйлерге әкеліп, босағаға бұл үйде тырысқақпен ауыратын адам бар дегенді білдіретін қара шүберек іліп қояды екен. Фашистер бұл үйден шошып, маңына жуымайтын болған. Жаралыларды ауладағы үйлерден жинаған азықтарымен қоректендірген. Қан-қан ақжаймаларды қайнатып жуып, дәке орнына пайдаланған. Әйелдер өздерінің мұңды әндерін айтатын қазақ жауынгерлерінің есімін ұмытпаған. Олар Қалабай Әбдірахманов пен Меңдіғали Төлегенов болатын. 1942 жылы 1 қаңтарда Малоярославец жаудан босатылды. Бұл 312-ші атқыштар дивизиясына арналған ескерткіш. Ол біздің қалада құрылған. Біздің жерлестеріміз Мәскеуді жауға қолдан бермеген қиян-кескі шайқас болды. Әлі күнге дейін осы жерден іздестіру топтары хабарсыз кетті деп жүрген, көмексіз қалған жауынгерлердің мүрдесін тауып жатыр. Ата, хабарсыз кетті деген не? Яғни қайтыс болған жері белгісіз деген сөз болады. Оның отбасы қайтыс болғаны белгілі жауынгерлердің алатын жеңілдіктерінен қорғалады деген сөз. Неге олай? Себебі оның тұтқынға түсуі де мүмкін ғой. Жақында ғана соғыста хабарсыз кеткен жерлесіміз Айтжанов Жұбанияздың жауынгерлік алқасы табылды.
Ол 1942 жылдың қазанда Мәскеудің түбінде қаза тауыпты. Міне, тіпті 70 жыл өткен соңда әкесі мен атасының қай жерде қайтыс болғанын оның балалары мен немерелері білуі мүмкін екен. 80 жастағы ақын Нұрпейіс Байғанин соғысқа өз жерлестерін әкелік батасымен аттандырды. Жауынгер батыр жігіттер, қазақ деген атың бар, жерді жарған даңқың бар. Аман келді Исатай Махамбеттей батырдың ұрпағысың, жолың қу, қасиетті салтың бар. Тар жол тайғақ кешуде сүйеу болар халқың бар. На фронт я уже попал в другую гвардейскую часть. Гвардейский минометный полк резерва главного командования. Здесь тоже я работал командиром расчета минометного 120-миллиметрового. Мен соғыста гвардиялық миномет полкі құрамында топ командирі болдым. 1943 жылы қас қарайған уақытта мені окопта партия мүшелігіне қабылдады. Түн, қырғын атыс шабыс. Солдаттар тізбегі арқылы жауынгерлік әзірліктегі Кенбаевты полк командиріне жеткізіңдер деген хабар жетті. Костромадан келген подполковник Костяков күтіп отыр екен. Полк командирі шықты да, сіз оған сенім артасыз ба? деп сұрады. Я деді. Солай Кенбаев, біз сізге полк туын сеніп тапсырамыз. Ту ұстаушы боласың. Егер тудан айырылып қалсаң, сен де, мен де бәріміз сотталамыз. Полк таратылады, ал бұл бас командованиенің резервінде тұрған полк. Ол полктың партия, комсомол ұйымдарының жетекшілерін шақырып алды да, былай деді. Жаңадан тағайындалған Кенбаевпен бірге 30-40 шақырым жердегі тылға барасыңдар да, туды алып Кенбаевқа бересіңдер. Расформируется полк. А этот полк резерва главного командования. Я согласен, конечно, куда денешься. Это же военные люди. Есть. Вот он собрал весь штаб офицеров и говорит: парторгов полка и комсоргов полка сюда. И вот, говорит, вот вновь назначенным Кенбаевым, сейчас же едете туда в тыл, ну, не знаю, километров 30-40, наверное, там знамя передадите вот Кенбаеву. Оказывается, убит был герой Советского Союза Шираев. Сөйтсек, бұрынғы ту ұстаушы Совет одағының батыры Шираев қаза тапқан екен. Комиссияның көзінше туды қабылдап, қайтадан алдыңғы шепке келдік. И вот так я стал знаменцем гвардейского знамени. Мне выделили английскую машину Студебеккер, там хранили Маған Студебеккер атты ағылшын машинасын бөлді. знамя. Туды барқытпен тысталған арнайы жәшікке сақтаймыз. Оны қорғайтын 10 адаммен бірге алғыш шеппен алып жүрдік. Знамя. Қай жерде аялдасақ, сол жерде туды жасыру үшін блиндаж қазамыз. Латвияда мен қызбалық жасап, ең алдыңғы шепке көлігіммен шығып кетіппін. Бізге олай істеуге болмайды. Тудан айырылып қалуымыз мүмкін. Деревнялардың бірінде немістер қатты қарсыласты. Біздің бөлімдердің жоспарын өзгертіп, оны жасақтау үшін аздап шегінуіне тура келді. Туға қауіп төнді. Бізге қарай атып жатыр. Мен кабинадан шығып, солдаттарға жасырыныңдар деп бұйрық бердім. Екі жағымыз өсіп тұрған бедей. Онда орлар бар. Сол кезде кенет оң аяғыма қатты соққы тиді. Мен бұрыла берем, құлап түстім. Я вот развернулся и упал. Чуть ниже колена, значит, так перебило полностью правую ногу. Вот,
Даю команду, значит, солдатам быстро собраться, надо же спасать знамя. Садитесь в машину, развернитесь и увезите срочно это знамя. мина жарықшағы оң аяғымның тізеден төмен жағын түгел алып кетіпті. Солдаттарға туды алып тез қайтыңдар деп бұйрық бердім. Олар мені де алып кетпек болды. Оған уақыт тығыз еді. Мен жаралы аяғыммен ұрыс алаңында қалып қойдым. В тот момент я о себе не думал о знамени и знамя отправил назад, чтобы спасти его. 1941 жылдың желтоқсанында Ақтөбеде қазақстандық екі бригаданың бірі қазақтардың ұлттық құрамасы ретінде 101-ші атқыштар бригадасы жасақталды. Бригада құрамына Ақтөбе, Гурьев, Батыс Қазақстан, Қызылорда облысы тұрғындары енді. Бригадада 5007 адам болды. Басында бригада командирі Яковленко Севастьян Яковлевич болды. Комиссары Нури Луфтрахманович Алиев. Саяси бөлім бастығы Нугмир Оразалин болды. Бригада Ржев ауданындағы шабуылдарға Витебск, Смоленщина, Белоруссия мен Прибалтиканы азат етуге қатысты. 1943 жылы соққы беруші негізгі 4-ші армияның құрамына өтті. В 1942 году, 28 апреля, по повестке я был призван. Но здесь как раз в декабре месяце была сформирована 101-я отдельная стрелковая бригада. 1942 жылдың 28 сәуірінде әскерге шақырылдым. Желтоқсанда 101-ші атқыштар бригадасы құрылды. Кейін наурызда ма, әлде сәуірде ме Ворошилов келді. Тактикалық сабақтар өткізді. Соғыста 3 батальонмен ештеңе істей алмайсың. 4-ші батальонды жасақтауға керек деді. Содан кейін бізді, яғни әскер қатарына шақырылғандарды 4-ші батальонға жібере бастады. 25-те сірә Сталинград түбіндегі шайқасқа қатысты болар, 1-ші эшелон шабуылға шықты. Оның алдында күні бойы артиллериялық әзірлік болды. Қаншама снаряд лақтырдық. Қиян кескі ұрыс болды. Батальондардан соғысқа жарайтын 80-90 адамнан шықты. Жаралы болғандықтан ба, қалғандары шықпады. Бригадамыз бізді тәжірибесіз жас болғандықтан 2-ші батальонда қалдырды. 28 қарашада бізге бір деревняны алуымыз керек деді. Түн, тастай қараңғы. Немістер деревняның екі жағынан от қойды. Бізге жарық түсті. Енді біз жақты нысанаға алу қауіп туды. Менің бөлімім сол жақта, аса қауіпті жердеді. Командиріміз бізбен бірге болатын. Ол біздерді жасынып қалдыруға қорықты. Солдаттар атысып көрмек болды. Атысып та жатты. Не болғанын қараңызшы. Немістің алтын құлы минометіне дәл тигізіппіз. Зеңбірекке де дәл тигіздік. Мен қолымнан жарақат алдым. Маған бойымды әлдене соғып өткендей болды. Командир маған: «Мишенька, кетсеңші енді» деді. Олар мені осылай атайтын. Ешқашан әскери атағымды айтқан емес. Мен кетуге оқталдым. Немістер мені көздеп атып жатыр. Еңбек деуге халім жоқ. Өзіммен бірге қаруала баруым керек еді. Қолымдағы жарақатымды таңдыру үшін санитарлық бөлімге алып келгенімде мылтықтың дүмі сынып қалыпты. Оқтың көп бөлігі соған тиген екен. Егер маған тигенде өліп кететін едім. Осы ұрыстан кейін 3 тәулік бойы ауыр жаралы солдаттарды машиналарымен тасыды.
Жарақатың қолыңда болса, санитарлық бөлімге өз аяғыңмен баруың керек. Деревняны біз есепсіз ауыр шығынмен алдық. Қаза болғандарды сүрлем шөп сақтауға арналған шұңқырларға салып, бетін топырақпен жаптық. Тіпті құдыққа тасталғандары да болды деп естідік. Тұрғындардың көмуге шамасы келмеді. Анам мені шығарып салғанда, өзіңмен бірге ала жүр деп 2 дұға берген еді. 1942 жылы сол 2 дұғамен госпитальдан үйіме оралдым. Ақтөбеде соғыс жылдарында Бердичев жаяу әскери училищесі кіші командирлерді даярлады. Училище 6-шы қазақ және 4-ші татар мектептері ғимараттарында орналасты. Ақтөбеде Амангелді Иманов атындағы автоматшылар батальоны құрылды. Нөмірі 14-ші мектеп үйінде Ленинград жерінде ерлікпен соғысқан номері 74-ші ерікті теңіз атқыштар бригадасы қоныс тепті. Бершүгірде танк училищесі орналасты. Курляндияға дейін соғысқан 129-ші минометшылар полкі де Ақтөбеде жасақталған. 1941 жылы Ақтөбеге Борисоглебскіден Валерий Чкалов атындағы Қызыл тулы әскери ұшқыштар мектебі көшірілді. 193-ші атқыштар дивизиясы құрамында болған 500 ақтөбелік Сталинградты қорғауға қатысты. Дивизиямен бірге олар Воронеж түбінде шайқасты. Днепрден соғысы өтті. Белоруссия мен Германия жеріндегі ұрыстарда болды. Мәскеуде 1945 жылы 24 маусымда өткен ұлы жеңіс шеруіне 21 ақтөбелік қатысты. Олар Бөкембаев Малкеджар, Бірмағамбетов Ыбырай, Богданов Иван, Бредигин Григорий, Войницкий Константин, Дубовенко Николай, Закаморный Михаил, Зайцев Петр, Кожахметов Тотанбай, Каблов Кузьма, Козыревский Иван, Орынбасаров Утеулі, Подгрушный Николай, Пущеленко Иван, Прохоров Михаил, Рафиков Шамсуддин, Старченко Владимир, Ткалич Василий, Тлеуғалиев Жарас, Төкешев Есқуат, Тұрмағамбетов Өтеген. Из полка отобрали 4 2 штурманов и 2 командиров кораблей и направили в Москву на парад Победы, в том числе и меня. Полктен 4 адамды, 2 штурман, 2 кеме командирін іріктеп алып Мәскеуге жіберді. Ай бойы Мәскеу түбіндегі Астафьево аэродромында жаттығуда болдық. Бетон алаңда 220 адам сап түзеп адымдап жүреміз. Ай бойы жаттықтық. Етігіміз жыртылып, киімім тозды. 3 күн қалғанда бізге киім-кешек берді. Белдік пен ордендерімізді тақтық. Ол кезде менде 4 орден, 6-7 медаль бар еді. 24 маусымда бізді автобуспен Мәскеуге Кремльге келді. Біздің топ бас жағынан 3-ші болып тұрды. 1-ші пионерлер, жастар, сосын командование, одан кейін біз авиация, сосын танк жүргізушілер, артиллерия жауынгерлері, жаяу әскер бар. Артиллеристы, пехота, всего 33 000 человек участвовал на параде. Жеңіс шеруіне барлығы 33 000 адам қатысты. Ленин мавзолейі мінберінде Сталин және үкімет мүшелері тұрды. Біз оған жақын жерден өттік. Сталиннің самай шашы мен мұрты ағарғанын байқадым. Шеруге қатысқан әскерлерге құттықтап, қолын бұлғап тұрды. Біз жақсы жүріп өттік. Сол жақтағы көшеге бұрылдық. Бізді қайтадан автобуспен Астафьевоға алып кетті.
Бәрімізді жеңіс үшін медалімен марапаттады. В автобусах нас увезли Жеңіс опять. шеруіне қатысушы деген қызыл мұқабалы куәлік Ну, нас табыс етті. наградили там это. Америка, Чехословакия сияқты әртүрлі елдерден келген заттардан 10 килограмм сыйлықтан әрқайсымызға үлестірді. Удостоверение участника парада Победы. И, значит, прислали посылки, всякие из Америки там придавали, из Англии, ну, всякие там, по-моему, из Чехословакии. Ну и по 10 килограмм дали посылки.